штраф дегеннің екінші бөлімі. Мен осы сұрақты битіп қарадым. Шетелдегілердің мынау ақылы жолдары қалай істелінгенін. Иә, оларда камералары бар, бірақ олардың жылдамдықтары 140-тан аз емес. 140-тан. Сосын мен мынау сұрақты көтерейін дегенім. Мынау жолда келе жатқан кезде мынау адам өтетін пешеходный переходтар бар. Ал шетелде ең бастысы адамдардың қауіпсіздігі. Ондай жылдамдықпен жүретін трассаларда, ақылы трассаларда олар пешеходный жол деген мүлдем жоқ. Жаяу өтетін жолдар. Үстімен өтетін, немесе астымен өтетін, немесе анандай ауылдарға кіретін болса развязкалары болады. Сол үшін де мінекей, мынау біздің Қазавтожолға мен осыны жолда отырмын. Сол нәрсені қарастырсын. Пешеходтар өтпесін түнде, өйткені келе жатқан кезде ана пешеходный знактар болады ғой. Знактардың өзінде несі жоқ, свет жоқ, көрінбейді. Сен келе жатасың, жаңбыр болсын, қараңғы. Сен келе жатасың, 60-пен келе жатсаң да сен ана жерде тоқтау мүмкін емес. Егер пешеход кеп қалса бар ғой, шығып қалса алдыңда бірдеме тұрса. Сол үшін де ондай нәрселерді алып тастау керек, шынымен де. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өйткені ол бірінші орында қауіпсіздікті қойса, адамдардың қауіпсіздігін қойса, сондай нәрселерді алып тастайды. Ал мынау 110 деген, мен білмеймін енді, мен қазір ойлаймын, адамдар бар ғой, мынау ережені бұзбай 110-мен ғана жүретін болса, мынау штрафтары ақша түспей қалатын болса, 100-ге дейін түсіріп тастайсыңдар ма сонда? 100 шақырым сағатына түсіріп тастайсыңдар ма? Олай болмайды ғой істеуге. 140 қылу керек. 140-тан енді допустимый өз несі бар ғой, 149-ға дейін жүруге болатын секілді. Болды, арғай асыруға болмайды. Сол кезде мен түсінем, шынымен де айыппұл салуға болады. Ал енді міне 110-мен келе жатасың, кейбір кезде басып қалдың, ақырындап қалдым. Енді жаңағындай шында да айтқан кезде ақылы жолдарда жаңағындай пешеход болмайды, 140 бітті ұшасың сонымен. Өйткені сен ақша төлеп отырсың. Жолға түстің, ақша төлеп отырсың, өзінің қауіпсіздігі үшін. Жолың таза, жақсы болу керек, ұшу керексің. Болды.